Біз өз-өзімізді алдап қоятынымыз бар. Бірақ қажетіне осы көз бояушылықпен айналысып, біз қазақтың ұлтшылдары көппіз ғой деп. Маған жиі айтады осындай, мәке, біз көппіз ғой деп. Шынын айтқанда біз ондай көп емеспіз. Қазақтың ұлтшылдары осы біздің қоғамда, қазақтың арасында қаншама қозғалыс бар, саяси, мәдени, ұлтшыл деген саны ең аз қозғалыс. Қазақтың ұлтшылдары деген жалпы қазақтың 100% халқынан азар болса бір 20%-на жетер жетпес. Осы 20%-ға жетпейді ау деймін. Қазақтың көбісі әлі күнге шейін Кеңес одағын аңсап, Қонаевты мақтап жүрген қазақтар. Кеңес одағын мақтап жүрген Қонаев соны пір қылып. Партияның бірінші хатшысы қаншама 900 қазақ мектебін жапқан. Қонаевтың кезінде сыбайлас жемқорлық, қазаққа қысым көрсету, қазақтың тілін кемсітіп қудалау, нағыз көкесі Қонаевтың кезінде болған. Мен Қонаевтың кезінде өмір сүрген адаммын. Бірақ қаншама қазақ оны білсе де әдейі орысшыл болғасын, кеңесшіл болғасын, Кеңес одағын аңсағасын Қонаевты мақтап қояды. Ол Ресейдің саясаты. Сөйтіп қазақты тәуелсіздігіне қанағаттандырмай, Кеңес одағын аңсатып қойған, сағындырып соған. Қаншама қазақ қашып кеткен бір албастыларды пір қылып жүрген қаншама қазақ бар. Айдос, Майдос, Садықовтар, малдар біздің жауымыз. Жаңағы Бәсе каналы нағыз төте орыстардың каналы, Путиннің. Олардың саясаты не? Редакциялық саясаты. Қазақты кемсіту, қазақта келешегі жоқ, қазақтың мемлекеті түкке тұрмайтын, бір әдірен қалған бірдеме, қажет жоқ. Тезек құрыса екен, митингке шығындар, қазақтар құрытындар, өз мемлекетінді құрытындар деп жүрген, сол каналды мақтап жүрген қаншама қазақ бар, соны көріп жүрген. Әблязов, Мәблязов деген жексұрындарды мүлде айтпайық та қойын. Әблязовшылдар қазақтар жеткілікті. Бізден көрі көп мемлекетшіл, ұлтшыл деген енді қазіргі кезде ұлтшыл деген ол мемлекетшіл. Ал біздің мемлекетімізге қарсы шығуға дайын қазақ қаншама? Миллиондаған. Қаншама бізді орыстар, басқа ұлттың өкілдері балағаттап, бізді жамандап атқан кезде жетіп келді, соларға ду қол шапала қолдап атқан, мәз соған болып атқан, қуанып жүрген қазақтар. Ол бәрі ұлтшылдыққа жатпайды. Біз сияқты, мен сияқты қазақтар 20%-ға жетпейді. Біз азбыз. Сөйтіп, сондықтан біз өз-өзімізді алдамайық. Біз ұлтшылдарымыз көппіз ғой деп. Көп емеспіз біз. Ең аз қозғалыс ол біз. Ресейді мақтап жүрген. Ресейдің көтіне кіріп баратқан қаншама қазақ. Ертең оларға бізді шақырса, қуана-қуана жүгіреді солармен қосылуға. Үйінде бала шағасымен, немерелерімен орысша сөйлесіп жүрген қаншама қазақ кемпір шалдарымыз бар. Әбден орыстанып кеткен. Ұлттық сана, сезім, намыс деген жоғалған, өлген сезім, ондай жоқ оларда. Аузын толтырып, мен қазақпын деген қазақ аз қазір. Ақ пен қараны ажыратамай жүрген қаншама қазақ бар. Кім бізге дос, кім бізге жау екен ажыратамай жүрген қазақ көпшілік бізден көрі көп олар. Жасы болсын, қариясы болсын, орта буындағы қаншама қазақ өз мемлекетімізге қарсы шығуға дайын тұрғанына. Тәуелсіздігімізді айырылып қаламыз десе, айырылайық деп жүрген қазақтар бар. Қажетіне бұндай билік, қажетіне бұндай мемлекет бізге. Бұрынғы Кеңес одағымызға қайтып барсақ жақсы болатын еді дейтіндер бар. Әртүрлі. Біздің ұлттық, мен қазақпын деген сезімнен айырылуға дайын қазақ көп. Саяси көзқарасымен,
әлеуметтік көзқарасымен, діни көзқарасымен. Сондықтан біз қазір қазақтың ұлтшылдары өз-өзімізді алдамай, өз жағдайымызды, күшімізді біліп отырайық, объективті түрде, алданбай. Біз көппіз деп қателесіп бірдемеге ұрынамыз. Біз көп боламыз ертең 50%-дан асқасын. Қазір біз 50%-ға жету бізге әлі алыс, бізге 2-3 жыл жұмыс істеу керек қазақтың ұлтшылдарына. Үгіт насихат жүргізу керек. Өз саяси экономик көзқарасымызды бірінші өзіміз қабылдап, қағазға бекітіп, оны шығарып, түгендеп, жариялап шығуымыз керек. Бірақ ол үшін біздің санымыз көбею керек. Біз әлі азбыз. Саяси күшке айналу үшін бізге әлі 1-2 жыл керек. Бірақ әрине, саяси күш боламыз, сайлауға қатысамыз, оған жетеміз. Мен әріптестеріме айтайын деген, қазір асығып қажет жоқ. Бізді қамшымен ешкім қудалап, артымыздан қуалап баратқан жоқ. Тездетіңдер, болыңдар деп. Біз 7-ші қабатқа, 1-ші, 2-ші, 3-ші қабатқа өтпей көтеріле алмаймыз. Бүкіл табалдырықтарды басып өтуіміз керек көтерілу үшін. Оның ішінде қате қадамдарымыз болады, дұрыс әрекеттеріміз болады. Біз ол қазақтың ұлтшылдары енді пайда болып келеткен қозғалыспыз. Біз әлі нәресте жатқан дүниеміз, әлі нәресте жатқан баламыз қазақтың ұлтшылдары. Бізге бой жетіп, буындарымызға күш толу үшін шамалы уақыт керек. Ол біз қазақтың ұлтшылдары көбеюіміз керек. Біздің көзқарасымызды кеңшілікке жариялап, үгіт насихат жүргізіп, әріптестердің санын көбейтуіміз керек. Қай жерге барған жерде өз осы пропагандамызды жүргізіп отыруымыз керек. Кәдімгідей үгіттеп, шаршамай, тоқтамай. Біреумен кездесіп қалдым, 30 минут сөйлесін, 2-3 минутын осы ұлтшылдық туралы айтып отыруымыз керек өз қазақтарымызға. Сонда көресіз, біз көппіз ғой деп жүрген қазақтар, ұлтшылдар көппіз ғой деген. 10 қазақпен сөйлесіңізші, 7-еуі қолдамайды бізді. Жаңағы 7-еуін 5-еуі Әблязовшыл бірдемелер, орысқұл, ресейшіл, кеңес одағын мақтап шығатын бір қақпастар. Оларды ұлтшыл деп қалай атайсың? Олар және біз жаққа бетін бұрмайды ешқашан. Әбден бойына сынып кеткен құлдық сана сезім. Сондықтан 30-40-тан асқан жаңағы Әблязовшыл, орыс болып кеткен қазақтар, олар болды, қалды, бітті. Жас өспірім қазақтарды ұлтшыл қылуымыз керек.